Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бағалы қарнашларым, егешлерім. Бүгін сізге бір хадисні үсіннен қысасыла хабар айтырға излейім. Хадис Бухари ба Муслимде келеді. Ибн Аббасны сөзлерінен Аллахны разылығы аңа болсын. Айтады Ибн Аббас бір күн бір тұшыру пайғамбарға келді де алейхиссалату вассалам: «Я Расулалла, инни усрау ва инни атакашшаф, фадуллаха ли» деп айтты. Инни усрау десе, жамаат сару деген араб тілде екі мағынада келеді. Бір мағынасы эпилепсия дейділеді, ол ауруға адам приступ болып сейір қымылдағаны. Екінші мағынасы адамға жын кіріп одержимость дейіледі, аңа аллай халда болғанға да сару дейділі. Қалай алай болса да отышыруға аллай қайғысы болып, «Ва инни атакашшаф» дейді. Үсімді açılған етеді, «Я Расулалла, Аллаха тілек бір тіле» дейді, менге қайғым кетерче дейді. Ала айтса, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: «Ин шитти сабарти валакил жанна, ва ин шитти дааутуллаха ан юафик» дейді. Сүйсең, сабырлық етті дейді бұл сынамға, Аллах сенге жәндет берір дейді аны үшінге. Сүйсең, тілек тілейін де Аллах сені сау етер дейді. Аны ішіткенде ол тұшыру: «Я Расулалла, сабырлық етейім, алая үсім açılған етеді, үсім açılмасша бір тілек тіле» деді. Анызынан пайғамбар алейхиссалату вассалам тілек тіледі де ол үсі açılғаны тоқтады дейді. Ибн Аббас айтайды дейді: «Жәндеттен тұшыруға қарарға izlеген адам, абы тұшыруға қарағыз» деп мұсылмаллаға андан sonra алай дейді дейді. Бірегі сағаш етігіз, жамағат бұл тұшыруны қалына сағаш етігіз. Бүгін күнде миллетімізде тұшырулан етіп айланғанда бір сағаш етігіз, кесілері сүйіп разы болып үсілерін açып айланған жерде бұл тұшыру: «Я Расулалла, сабырлық етейім, ауруға алая үсім açılмасын» дегеніне. Ауруны білебіз да, бош ауру болмағанын, қайдам адам инжилірче, адам уялырча, илығырча ауру болғанына, артықсыз да адам ішінде приступы болғаны болса, қалай ерші көрінгеніне. «Я Расулалла, сабырлық етейім, жәндет үшін» дейді, алая үсім açılмасын дейді. Ері кішілік ауратым көрмесілі деп аңа қинала білгеніне. Бүгін күнде егешілеріміз, миллетімізде тұшыруларыбыз үсілерін açып, кесілерін бұрылу шеткенге санап, моданы тұтабыз біз деп алы етіп айланадыла. Алая Аллаху Таала пайғамбарға айтады алейхиссалату вассалам: «Кулли азваджика ва банатика ва нисаил муъминин юднина алейхинна мин джалабибихин» дейді. Ей Аллахны келечісі, айт сен үй бичелеріңе, қызларыңа, әмді мүъминлерні тұшыруларына дейді. Юднина алейхинна мин джалабибихин дейді. Ала үслерін жапсылла дейді. «Залика адына ай ю'рафна фала ю'зейн». Ол тыйыншылық дейді, адамла аланы танып, башларына бош тұшырула болғаларын, сыйлы керсіз тұшырула болғаларын адамла аңлап, алыға кіші тапсыз зат айтмасын дейді. «Залика адына ай ю'рафна фала ю'зейн» дейді. Кім болса да заран жеттірмесін алаға, қайдам қол тұшыруды, бұл айланған тұшыруды деп сағаш етмесін деп. Бір тұшырула бүгін күнде кесілері киінмеген бақалмайын, хиджаб киген егешілерімізге де не атты бұл спатығыз, бұл қараңғылықты баш деп сөйлешеділі. Алая Аллаху Таала бізге белгілі етеді. Мүъмин тұшыруланы, сыйлы тұшыруланы, башларына бош тұшыруланы сыфатлары ол үслерін жаба білгелері дейді. Амма айланған тұшыруланы, қайдан қол тұшыруланы сыфаты да ол үслерін açып айланған дейді. Аңа иги сағыш біретігіз кесігіз жамаат. Аллах барыбызында түз жолға салсын, миллетімізді Аллах дінге қайтарсын, әмді тұшыруланы миллетімізді, егешілерімізді Аллах адет намыс берсін, Аллай уят берсін, үслерін жаба білірче, жер үсінде әм сыйсыз гаур тұшыруланы кесілеріне үлгі етмейін. Пайғамбарына алейхиссалату вассалам үй бичелерін, Хадижача, Айшача үй бичелерін, әмді аны қызларын, әмді қалған мүъмин тұшыруланы кесілеріне үлгі етіп, алай жашарча ол насып берсін. Бүгінге айтырым ол еді. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.